Мидың қызметін жақсарту үшін қандай тағамдар жеген дұрыс? Дәрігерлер мидың жұмысын жақсартып, оның жастығын сақтауға салауатты өмір салтын ұстанумен қатар, түрлі түсті кейбір көкөністер мен жемістер көмектесетінін айтады. Көк және көксия, фиолетовый көкөністер мен жемістердегі қара қарақат, қара жидек, кәді, қара өрік, қызыл орам жапырақ. Осы өнімдерде антицианин пигменті күйзеліспен күресіп, иммундық жүйені жақсартып, көздің көру қабілетін арттыруға көмектеседі. Жасыл көкөністер мен жемістер, брокколи, авокадо, саумалдық, алмұрт және алма ми жұмысына жақсы әсер етеді. Жүйке және жүрек қан тамыры жұмысын жақсартады. Қызыл көкөністер мен жемістер, қызылша, бүлдірген, шалғам, қызанақ, анар және бұрыш иммунитетті нығайтып, ас қорытуды жақсартады, күш қуатты арттырады. Сондай-ақ, мидың жұмысын жақсарту үшін рационыңызға міндетті түрде омега-3 қышқылдары көп балықтарды қосыңыз. Оның жетіспеуі мидың ерте қартаюына, ақыл-ой белсенділігінің төмендеуіне алып баруы мүмкін. Денсаулығыңыз мықты болсын.